Енді әлбетте толқын болды. Баламыз енді Қазақстанда емес, шетелде болғасын, Колумбияда болғасын, қандай да бір ой келеді ғой, ар жағына ең бір жаман ой келеді ғой. Қандай болады, ұтып тұрып, колумбийский беріп жібере ма деген сондай ой болды. Аллаға шүкір, дұға тілеп, осы елге поездды алып кел деп тілек тіледік. Дұғамыз қабыл болған шығар деймін. Қазір данный момент осы сезім күшті, толқын күшті. Бәрі жақсы, әдемі. Енді қазір қасында промоутер бар. Промоутер енді Алла берсе, тағы да майдың ішінде WSB дейтін поезд бар дейді. Сол поездға бокс істеміз деп соған план жасап жатыр. Мен енді былай естуім, Жәнібек Әлімханұлының андеркартында бокс істеді деген сондай хабар бар майдың ішінде. Сонда сол майда Лос-Анджелесте. Соған жұмыстанып жатыр жалпы. Алла бұйыртса. Мен енді сол күні біздікі түнгі, о жақта түнгі сағат, бізде таңғы 5. О жақта түнгі 12 ма, 11 ма сондай. Бізден енді 16 жарым сағат разницада ғой. Таңғы сағат 6-ға дейін күтіп, 6-та сол бүкіл жеңген туралы ақпараттар келген кезде енді мен айтатынымды жеткіре алмаймын. Шексіз. Ұйықтаған жоқпын, соған таңға дейін күтіп отырдым, сол телефонда болдым. Бірақ таңғы сағат 6-та хабар келді. Осындай ұттым деп, енді ол кездегі эмоция басқа, әдемі. Через WhatsApp арқылы келіп отыр, өзіме маған кәдімгі сондай ұттым папа деп қуанып, сол бойдан желіге салып, WhatsAppқа салып, өз қуанышымды ағайын тумаластармен бөлістім. Қазір осы қолдап жатқан өзімнің інім, Дилшат дейтін інім, Дилшаттың ағасы, бүкіл жағдайлардың бәрін жасап, осы барып қайтуына бәріне осы жағдайлар жасап отқан Дилшат дейтін інім, мың алғыс ініме, рахмет, сау болсын, бала шағасын, қызығын көрсін. Сол қазірдің өзінде толқыптым осы тұрғанда.